Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы жүйелі дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге витамин D-ні қалай қабылдаймыз, сол туралы айтатын боламын. Ал витамин D жетіспегенде қандай белгілер болатынын менің алдыңғы видеомда бар, соны бір көрсеңіздер болады. Ал видеоны бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыздар. Витамин D бізде күнделікті қолданылады, яғни біздегі бүкіл органдар витамин D-ның қатысуымен жұмыс жасайды. Сол себепті витамин D бізде басқа витаминдерге қарағанда 3-4 есе көп қолданылады. Витамин D тек қана витамин D үшін ғана емес, сондай-ақ иондалған кальцийге жауап береді. Сол себепті егерде витамин D жетіспеушілігі болса, онда кальцийдің де жетіспеушілігі болады. Витамин D-ны біз қалай қабылдаймыз, соған тоқталатын боламын. Витамин D-ны дұрыс қабылдау керек. Витамин D-ның жетіспеушілігі ол 30-дан төмен болады витаминде, ал 30 бен 100-дің арасында ол қалыпты деп есептелінеді. Бірақ сонда да біз ортаңғы деңгейге жақындағанымыз дұрыс. Жалпы барынша 90-ға жеткізгеніміз дұрыс. Витамин D-ны егерде сізде 30-дан төмен болатын болса, онда 10 мыңдық дозаны таңдау керекпіз. Ал 30-дан жоғары болатын болса, онда 5 мыңдық дозада қабылдасаңыз болады. Біз қалай қабылдаймыз? Витамин D-ны 3 ай қабылдайсыз, 3 ай қабылдап 90-ға жеткізсеңіз, яғни витамин D-ны тапсырғанда 3 ай қабылдап болған соң, бір аптаның ішінде тексеру керек. Егерде 90-ға жететін болсаңыз, онда сіз келесі 3 айдан кейін қайтадан тапсырып көресіз. Егерде 3 айда кейін тапсырғаныңыз сізге 30-дан төмен болатын болса, онда сіз әрбір бір айда ішіп, бір ай демаласыз, бір ай ішіп, бір ай демаласыз. Осылай 3 жылдай сіздің профилактикалық дозаңыз 10 мыңдық доза болады. Яғни сіз осылай реттілікте ішесіз, бір ай ішіп, бір ай ішпей. Ал егерде сіз 3 ай ішіп, 90-ға жетіп, 3 айдан кейін қайдан тапсырып көргеніңізде 50-60 болатын болса, онда сіз 3-4 айда бір рет витамин D-ны қабылдайсыз. Ал егерде сіз 3 ай ішіп 90-ға жете алмасаңыз, онда сіз 2 есе дозада тағы да бір ай ішесіз. Бір ай ғана ішесіз. Сол кезде тоқтатасыз. Одан кейін осы сіздің дозаңыз, яғни профилактикалық дозаңыз осылай 2 есе 5 мыңдық ішіп жүрсеңіз 10 мыңдық ішесіз, 10 мыңдық ішіп жүрсеңіз 20 мыңдық ішесіз. Ал егерде сіз сонда да сіз 3 ай ішіп 90-ға жете алмасаңыз, онда сіз небір таблетка түрінде ішіп жүрсеңіз, капсула түрінде ішіп жүрсеңіз, таблетка түріне ауысу керексіз. Немесе капсула түрінде ішіп жүрсеңіз, капля түріне ауысу керексіз. Егер біз осылай қабылдау керекпіз, яғни витамин D-ны 3 ай ішесіз, 3 айдан кейін тапсырып көресіз. 90-ға жеттіңіз ба, тоқтатасыз. Одан кейін 3 ай ішпейсіз, кейін қайтып тапсырып көресіз. Егерде 30-ға түсіп кетсе, бір ай ішіп, бір ай ішпейсіз. Ал егерде 50-60 болатын болса, онда сіз 3-4 айда бір рет ішіп, солай 3-4 жылды солай ішетін боласыз. Ал егерде сіз осылай витамин D-ны ішіп жүріп, мүлде ұмытып кететін болсаңыз, онда витамин D жетіспеушілігінің өзінің белгілері болады. Шашыңыз сынғыш болып келеді, шашыңыз ұштанғыш, немесе ағаруы, немесе жалпы красканың алмауы, онда ол витамин D-ның жетіспеушілігі болып келеді. Тырнаққа келетін болсаңыз, тырнағыңыз сынғыш, тері құрғақ болады, өкшенің жарылуы, сондай-ақ тістегі проблемалар болуы мүмкін. Яғни эмальның жұқаруы, қызылеттің тартылуы, және жалпы ақыл тістерінің қиғаш өсуінің өзі витамин D жетіспеушілік болып келеді. Ал егерде сізде омыртқа бағанында витамин D жетіспеушілігі болса, онда адамда протрузия, грыжа болады. Ал егер жас балаларда болатын болса, онда сколиоз болуы мүмкін. Витамин D-ның басқа да өзінің көріністері бар. Сол витамин D-ны анализін тапсырып, тұрақты витамин D-ны қабылдап отырайық.
осымен видеомыз соңына жетті. Егерде видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.